Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен мынандай тәтті тоқаштың түрі пончики пісіретін боламыз. Ол үшін ыдысымызға жылы сүтімізді құйып аламыз. Оның үстіне ерітілген сары майымызды құямыз, жұмыртқамызды саламыз. Және де қантымызды, дрожжымызды, тұзымызды салып алып, араластырамыз. Бір келкі масса болғаннан кейін ванилинімізді салып, тағы да бір рет араластырып, ұнымызды сала бастаймыз. Ұнды електен өткізуге тырысыңыздар, себебі сонда біздің пончиктеріміз воздушный болып, әдемі болып көтеріліп піседі. Онды бірден сал жерме, осылай бөліктерге бөліп салып істесеңіз, өзіңізге ыңғайлы болады. Міне содан соң қамыр илеуге кірісеміз. Соңында қолыңызға қамыр жабысып жатса, онымен емес, маймен осылай істеп жібереміз. Онды көбірек қоса бермеңіз, себебі бізде пончиктеріміз тығыз болып қалуы мүмкін. Сосын бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа, 1,5 сағатқа қойып қоямыз. Міне біздің қамырымыз көтерілді. Енді қолымызға кішкене май құйып, осы қамырымызбен жұмыс істейміз. Қамырымызды жаюға ыңғайлы болу үшін осылай 2-ге бөліп аламыз. 2-ге немесе 3-ге өзіңізге ыңғайлы етіп бөліп алсаңыз болады. Содан соң оқтаумен жаямыз. Шамамен 1,5 см қалыңдықта жайдым. Содан соң өзіңіз қалаған диаметрдегі дөңгелектерге бөлеміз. Мінекей бөліп алдым. Содан кейін қалған қамырды қойып қойсаңыз, сәл шығады. Бұны да жайып пончики қыламыз. Бөлген пончиктерімізді табаққа орналастырып, бетін жауып 20 минутқа қойып қоямыз. 20 минуттан кейін бізде осындай болып көтеріледі. Содан кейін менде насадканың көмегімен насадканың ұшын майлап аламыз. Әйтпесе бізде домалақтар алынбай қалуы мүмкін. Осылай ортасын бөліп шығамыз. Содан соң қызып тұрған майға пісіріп аламыз шетінен. Ортасындағы кішкентай дөңгелектерді де ең соңынан пісіріп алсаңыз, ол да өте дәмді болып шығады. Міне осылай барлығын пісіріп алып, пончиктерімізді суытамыз. Суыған пончиктерді менде шоколад пен мына жерде сары май. Екеуісін микроволновкада ысытып, суылғаннан кейін бетін осылай әрледім пончиктердің. Содан соң қалауыңыз бойынша бетіне сахарная пудра немесе келген посыпкалар себуге болады. Менде майдаланған орех. Мінекей осындай дәмді пончиктер шығады. Жасап көріңіздер, ас болсын.